Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін интернеттен осындай өте керемет дәмді тамақ көріп жасадым. Міндетті түрде сіздермен бөлісіп отырмын. Өте дәмді болып шығады. Сочный әрі оңай, тез дайындалады. Бізге картоп, сметана, майонез, укроп және дәмдеуіштер қажет болады. Сонымен қатар фарш, пияз, болгар бұрышы, кинза, петрушка, сыр қажет болады. Құрамын описанияға жазамын, сол жерден қарап міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Өкінбейсіздер, өте керемет болып шығады. Картошкамызға жаңағы 2 ас қасық майонезбен сметанамызды салып, укропымызды турап, ұсақтап араластырып аламыз. Картошкамызды жұп-жұқа етіп осылай турап алатын боламыз, тез пісуі үшін. Осылай формамызды майлап аламыз, соның бетіне картошкамызды тізіп қойып шығатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Каналыма қолдау білдіріп қойыңыздар. Картошкамызды тізіп болғаннан кейін фаршқа пиязымызды, жаңа қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Егерде фарштарыңыз тұздалмаған болса, тұзын салып, дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Енді фаршымызды да картошкамыздың үстіне жайып шығатын боламыз. Көп уақытты алмайды, өте тез дайындалады, бар жоғы 30 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осы жетте болгар бұрыштарымды салам деп ұмыт кетіппін. Сондықтан картошкамды қайтадан алып, болгар бұрышын салып, онан кейін бетіне картошкамды салатын боламын. Кез келген начинканы салсаңыздар да болады. Помидор, немесе саңырауқұлақ деген сияқты кез келген өздеріңізге ұнайтын жаңағы начинкамен толтырсаңыздар болады. Енді осы картопымызды алып, духовкаға 180 градусқа 35 минутқа бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Яғни фольгамен жауып аламыз. Сосын онан кейін алып, жаңағы фольганы алып тастап, бетіне сырымызды теркадан өткізіп салып шығатын боламыз. Және де 10 минутқа тағы да духовкаға салып аламыз, сыры ерігенше. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай өте сочный, сулы болып, дәмді болып шығады. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.